Осылай бас болса, бәріміз имандасып отыруда тағдырымызға жазған болсын иншалла. Дос болайық, дос болсақ та бір-бірімізге қолдайтын шынайы ықыласты дос болайық. Абай Құнанбаев айтады ғой, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесеңіздің бәрі бос дейді. Егер біз бір-бірімізді сүйіп, бір-бірімізді шынайы құрметтемесек, барлығы бос сөз деген сөз. Ол сен дегенде, сіз дегенде, үш әріп дегенмен де оның бір мағынасы ол сыйластық, өмірде қалатын тек қана сыйластық екен. Сыйластық болсын. Амин. Үлкен бар, кіші бар. Егер Аллах Тағала 100 рахметі болатын болса, жер бетінде сиыр мен ана мен баланың, жануарлардың арасындағы махаббат, немесе адамдардың арасында болса достық махаббат, әйел мен жігіттің арасындағы махаббат, әке шешеге деген махаббаттың барлығы жер бетінде бірақ рахым берген екен. Қарған рахымын жәннатқа кіргізу үшін сол 99 рахымын сақтап қойған екен. Бір күні пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям осы сахабаларына уағыз насихат айтып отырған кезінде әйел мен бала көптеген адамдардың арасында кішкентай баланы жаңа анасы бір-бірін жоғалтып алып дейді. Сөйтіп бір-біріне балам деп анашым дейді, бірақ мына жақта жамаатқа ар жақта эпизод көрініп тұр. Ар жақта бір-бірін даттау қатты жоғалтып қойғанын уайымдап, бір-біріне деген махаббатымен екі жаққа жүгіріп құшақтасқан кезінде баласын құшақтаған анасы оны жалқы мейіріммен сүйді дейді. Көрген сахабалар таң қалды дейді. Сол кезде пайғамбарымыз айтады, осы махаббат мейірімді көріп таң қалып жатсыңдар ма дейді. Ол жерге берілген бір рахметі ғана дейді Аллах Тағаланың. Ертең Аллах біз жәннатқа барып сұрақ жауап кезінде 99 рахметімен бізді солай қарсылады дейді, сондай махаббатымен. Өйткені кез келген ата-ана өзінің баласын қандай тап-таза болып жүру қаласа, немесе адам үсті кір болып қалса, үстін тазартып, жаңа киім әперілген мақтанышпен қалайтын болсаң, Алла Субхана Тағала да өзінің құлдарын, жаратқан құлдарын тозаққа қимай, осы жәннатқа баруын қатты қалайды екен да. Машалла. Неге? Өйткені біздерде әркімнің сынағы әртүрлі, осы жерде бір 15-тен жуық адам отырмыз ба, әркімнің тағдыры сынағы әртүрлі, бірақ ол бізге құпия өздеріңіз белгілі. Бірақ Алла Субхана Тағала да кілемді қаққанда біздер кілемдерді қағамыз, ода қағу мақсат ұрып соғу емес қой, тазарту мақсатында. Біздегі сынақтарды бекерден емес. Сіздің Алла қойған мақсатыңыз белгілі бір жайттарға байланысты болмай жатқан болатын болса, немесе сіздің мақсатыңыз дүние болса, дүниеде біраз бизнесіңіз жүрмей жатқан болса, немесе денсаулық жағынан сынақтар келіп жатқан болса, бұл Алланың жазып қойған тағдыры да. Неге? Өйткені кішкентай балаға қазір пышақты берсең, ол бір жерді қиратады. Дәл қазір дүниесіз істеп алсыз, бизнесіңіз жүрмей жатыр ма? Демек, сіз уже тәкаппарлық болып кетіп, сол тәкаппарлықтың негізінде тозаққа кетіп қалуды қаламаған Аллах Тағала сізге сондай бермейді екен да. Көрдіңіз бе? Сондықтан да кішкентай балаға ақшаны көп бересің болсаң, бұл оны түсінбейді, оны мыжы-мыжы жыртуы мүмкін. Көрдіңіз бе? Сондықтан адамның Бақара 286 аятында Аман Расулаллах дүниеге шыққан кезде екі аят берілді ғой, 5 намаз парыз етілді, 2 намаз. Соның мағынасы қандай екен? Аллах Тағала өзі көтере алатын сынақтар береді екен. Осы жерде жігіттер бәріміз отырмыз, әркім сынақ әртүрлі, бірақ Аллахтың бір рахметімен ғана біз сыйласып отырмыз да. Қазақ халқы айтады, ақындар, әлемнің бәрі сіздеген жақсы адамдар, іздеген мақсатымен көздеген сыйласып, ол сізбенен өмірді биік құз деген, өмірді биік құз дерем, ойнамау керек құзбенен. Ең басты сыйластық, қалғаны келеді ізбенен. Сыйластық болсын, жақсылық болсын, сіздермен жалпы танысқанымызға қуаныштымыз. Біріңді қазақ, біріңді көрмесеңіздің бәрі осы дейді ғой. Жамандай берсек, бұл бір-бірімізді жамандаған сияқты боламыз. Өзі қазақ деген азақ қана халықпыз ғой. Бір-біріне қолдаса қазақпыз, бірақ қолдамасақ бір-бірімізге мазақпыз демекші. Айтсаң өзіміз кетеді. Абайдың сөзінде жалғасады. Қазақты жамандама, қазақ бала, халық қой. Қазақ деген азақ қана мәңгілік ай астында жер жүзінде қазақтың жанашыры, қазақтың бір-бірімізге жанашыры қолдап, шынайы ықыласты дос болып жүреді. Бақытты болсын. Амин, Алла разы болсын. Өте керемет сөз болды, Алла разы болсын.